Балалар, бүгін біз математика пәнінен көп таңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту тақырыбын жалғастыратын боламыз. Бүгінгі сабақта сендер көп таңбалы сандарды баған түрінде қосуды және азайтуды үйренуді жалғастыратын боласыңдар. Ең алдымен мына сөз есепке назар аударайық. Есепке сызбасыз, шешуін өрнек түрінде жаз. Арман 15.450 метр қашықтықта орналасқан көрші ауылға бару үшін жолға шықты. Ол 3050 метр жолды атпен және 10500 метр жолды велосипедпен жүріп өтті. Қалған жолды жаяу жүрді. Арман қанша метр жолды жаяу жүрді? Ендеше бізде не белгілі? Барлық қашықтық 15450 метр. Ол атпен жүрген, осы 15450 метрдің 3050 метрін атпен жүрген. Ал 10500 метр қашықтықты велосипедпен жүрген. Бізде жаяу жүрген жол белгісіз. Ендеше берілуіне назар аударайық. Барлығы 15450 метр, атпен 3050 метр, велосипедпен 10500 метр. Бұл есеп екі амалмен орындалады. Шешуін табамыз, жауабын жазамыз. Дескрипторға назар аударамыз. Есептің берілуін жазады, есептің шешуін жазады, есептің жауабын жазады. Келесі тапсырма. Төмендегі берілген сандарды салыстыру. Мұқият боламыз. Ондықтарға, жүздіктерге, ондық мыңдықтарға, жүздік мыңдықтарға, миллиондарға назар аударамыз. Енді есімізге түсірейік. Бізде 3 класс бар. Бірліктер класы, мыңдар класы, миллиондар класы. Әр класста 3 разряд бар. Бірінші бірліктер класының разрядтары бірліктер, ондықтар, жүздіктер. Екінші класс мыңдар класы. Бірлік мыңдар, ондық мыңдар, жүздік мыңдардан тұрады. Ал үшінші класс миллиондар класы. Бірлік миллиондар, ондық миллиондар, жүздік миллиондардан тұрады. Енді бізге тапсырма. Берілген санды табу қажет. Миллиондар класының 12 бірлігі, мыңдар класының 456 бірлігі және 123 бірліктен тұратын санды табу қажетпіз. Миллиондар класының 12 бірлігі деп отырғанымыз 2 бірлік миллионнан, 1 ондық миллионнан тұратын сан 12 миллион. Мыңдар класының 456 бірлігі деп отырғанымыз 6 бірлік мыңнан, 5 ондық мыңнан, 4 жүздік мыңнан тұратын сан. Ал 123 бірлік деп отырғанымыз 3 бірлік, 2 ондық, 1 жүздік. Ендеше бізде шыққан сан 12 миллион 456 мың 123-ке тең болады. Келесі, мыңдар класының 23 бірлігі және 56 бірліктен тұратын сан. Мыңдар класының 23 бірлігі деп отырғанымыз 3 бірлік мыңнан, 2 ондық мыңнан тұратын. Ол бізге 23 мың. 56 бірлік 6 бірліктен 5 ондықтан тұратын сан. Ендеше бізде шыққан сан 23 мың 56-ға тең. Сендерге тапсырма. Төменде берілген сандарды жазу керек. Мыңдар класының 45 бірлігі және 125 бірлік. Миллиондар класының 137 бірлігі және мыңдар класының 200 бірлігі. Соңғысы мыңдар класының 20 бірлігі және 350 бірліктен тұратын санды жазу қажет. Ендеше барлық тапсырмаларды дәптерімізге орындаймыз. Одан кейін маған жібереміз. Іске сәт!